Сәлем достар, біз бүгін А әрпімен танысып, үйренетін боламыз. Бізге көмекке Поли Робокар тобы мен Микки Маустар тобы көмекке келіп отыр. Сәлем. Қалайсыңдар балақайлар? Алдымен достар, кішкене жаттығу жасап алайық. Әр топтағы қатысушылар А әрпінен басталатын сөздер айту керек. Ал сіздер, көрермен достар, бізбен бірге қайталап отырыңыздар. Ал кеттік. А. Алма. Аю. Арыстан. Автобус. Жарайсыңдар. Ал енді Микки Маустар тобынан. Апельсин. Алмұрт. Ата. Аю. Аю айтылды. Ат. Бәрекелді, жарайсыңдар. Ал енді біз сайыс өткізейік. Екі топқа А дыбысынан басталатын үш сөзден береміз. Ал топтың мүшелері үш сөзден мағынасы бар сөйлем құрастыру керек. Сайыс шарты түсінікті ме? Йо. Ал олай болса, уақыт кетті. Ал 3, 2, 1, тоқтатыңдар. Ал енді екі топ өздерінің құрастырған сөйлемдерін айту керек. Эмбер баста. Бізге алма, алмабақ, апа сөзі берілді. Біз олардан мынадай сөйлем құрадық. Алма бақта апамен алма тердік. Қандай тамаша сөйлем. Тобы сендерге бір ұпай. Ал енді Микки Маустар тобы. Ал Микки Маус, бастай ғой. Бізге ата, ат, ауыл сөздері берілді. Біз олардан ауылда атаммен атқа міндім деген сөйлем құрастырдық. Тамаша, өте ұйқас сөйлем болды. Сендерде де бір ұпай. Жарайсыңдар достар, ал енді біз келесі сайысымызды өткізейік. Екі топ алаңда жасырынып тұрған А әріптерін табу керек. Қай топ А әрпін көбірек тапса, сол топ жеңімпаз атанады. Ал кеттік. Мына екі фигураның артында тығылып тұрған А әрпі. Мен таптым. Мына екі әріптің қайсысы А әріп екен? Астындағысы ма, әлде үстіндегісі ма? Таптым. Әрине астындағысы. Мен де А әріпін таптым. Мына шыршаның астында тұрған А әрпі емес пе? Иә, мен де таптым А әрпін. Алыста мен бір әріп көріп тұрған секілдімін. Жақынырақ ұшып барайыншы. Мынау А әріпі ғой. Мен де таптым А әріпін достар. Жарайсыңдар достар, ал енді Микки Маустар тобын көрейік. Мен бір А әрпін көріп тұрған секілдімін. Тастың артына тығылып қалыпты. Әне, таптым. Достар, мен А әрпін таптым. Орманның шеткі жағында А әрпін көріп тұрған секілдімін. Әне, таптым. Міне А әрпі. Мен жарадым, мен А әрпін таптым. Міне А әрпін таптым. Мына бір жүк көлігінің үстінде А әрпін көріп тұрған секілдімін. Қазір көрейікші. Дұрыс, А әрпін таптым. Так, міне көліктің ішінде тұрған А әрпін мен де тапқан секілдімін. Міне мен де таптым А әрпін. Уақыт бітті, жарадыңдар. Ал енді екі топтың А әріптерін санайық. Поли Робокар тобы. 1, 2, 3, 4. 4 А әріпін тапты. Жарайсыңдар. Ал енді Микки Маустар тобындағы А әріпін санайық. 1, 2. Мынау Дональд А әрпі емес қой. Бұл Р әрпі. Кешіріңдер, мен А әрпі деп ойлап қалдым. Еш нәрсе етпейді, Дональд. Плуто, жарайсың. 3. Микки Маустар тобында 3 А әріпі бар. Сонымен достар, Поли Робокар тобында 4 А әріпі. Микки Маустар тобында 3 А әріпі. Жеңімпаз әрине Поли Робокар тобы. Жарайсыңдар достар. А әріпін ұмытып қалмас үшін жаттығу жасап тұрыңдар. Біз сендерге сау бол деп айтамыз. Сау болыңдар.